Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамына орай өткізілген 18 наурыз ұлттық киім күніне орай таныстырылымды қабыл алыңыздар. 18 наурыз ұлттық киім күні. Бұл наурызнама 10 күндігі аясында ұлттық мәдениетті, дәстүр мен бірлікті дәріптеуге арналған ерекше бірегей күн. Бұл күні қазақтың ою-өрнекті шапандары, камзолдары мен бас киімдері киіліп, мәдени мұраны ұлықтау мақсатында шаралар мен шерулер ұйымдастырылады. Ұлттық киім күнінің маңызы мен ерекшелігі оның негізгі мақсатында. Мақсаты ұлттық киімді оның эстетикасы мен мағынасын дәріптеу, дәстүр сабақтастығын нығайту. Наурызнама аясында 18 наурыз, наурызнама 10 күндігінің 5 күні іс-шаралар өткізілетін болса, өңірлерде, барлық мекемелерде ұлттық киім кию челлендждері мен көрмелер мен ұлттық киім шерулері өтеді. Мәдени кодқа келсек, мәдени ұлттық киімде халықтың тарихы, дүниетанымы, ою-өрнектері көрініс тапқан екен. Бұл күн ата-баба аманатын арқалап, ұлттық құндылықтарды жаңғыртатын күн болып есептеледі. Қазақтың ұлттық киімдері қай заманда да, қай дәуірде де өзінің негізін, өзінің бағалылығын, құндылығын жоғалтқан емес.